Варикоз бұл аяқтағы вена қан тамырларының кеңеюі, білеуленуі. Ол көзге оғаш көрінетін эстетикалық проблема ғана емес, сонымен бірге ауыртатын кесел. Асқынған жағдайда венаға қысым түсіп, қан тамыр ішінде ұйып қалады. Түйінделіп, ісік пайда болады. Тіпті қан тамырлары жұқарып, тесілу қаупі де бар. Сондықтан ауырсынусыз баяу басталатын варикозға бей-жай қарауға болмайды. Алғашқы сатыларында емдік жаттығулар, дәрумендер қабылдау, бандаж кию сияқты ем түрлерімен аурудың алдын алу қажет. Ал асқынған жағдайда хирургке жүгінуге тура келеді. Белгілері: тамыр түсі қою күлгін немесе көк, тамыр көрінісі бұралған немесе дөңес, аяқтағы ауырсыну сезімі болады, аяқтың қызуы, аяқтың жиі ісуі, аяқтың құрысып ауруы, тамыр айналасының қышуы, тобық аймағындағы жаралар байқалатын болған. Осындай белгілер байқалса, ең алдымен дәрігерге барыңыз, өйткені дәрігер ғана нақты диагноз қоя алады. Сондай-ақ ауру дәрежесіне қарай ем тағайындайды. Жалпы дәрігер нұсқаған еммен бірге йога жаттығуларын орындауға болады. Қан тамырларының кеңеюі көбіне жүкті әйелдер мен қарт адамдарда кездесетіндіктен бір орында отырып орындауға болатын йога жаттығуларын топтадық. Йога мамандары аяқтағы қан тамырлардың түйінделуі жоғары жақтан басталады дейді. Олардың айтуынша, жамбастағы қан айналымының нашарлауынан және бауырдың қызметі бұзылғаннан балтыр мен санның вена тамырларына ауырлық түседі екен. Осы орайда йога мамандары бауыр мен ұйқы безінің жамбас қан айналымын жақсартатын осы жаттығуды міндетті түрде орындауға кеңес береді. Бірінші, қатты төсенішке аяқтарыңызды созып отырыңыз. Екінші, сол аяғыңызды бүгіп жинаңыз. Балтыр, тобық еденге тиіп тұрғаны дұрыс. Үшінші, оң аяғыңыздың табанын сол аяқ тізесінің қасына осы суреттегідей қойыңыз. Төртінші, сол қолыңыздың шынтағын оң аяқ тізесінің сыртқы жағына қойып, оң қолмен еденді тіреп ұстаңыз. Бесінші, басты барынша солға бұрып, терең-терең 6 рет тыныс алыңыз. Жалпы жаттығу барысында бір қалыпты демалған жөн. Алтыншы, бастапқы қалыпқа оралып, оң аяқ қалпын сол аяқпен, сол қол қалпын оң қолмен ауыстырасыз. Жетінші, басты оң жаққа бұрып, 6 рет терең тыныс аласыз. Екінші жаттығу: шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Балтырды, бөксені жайлап қабырғаға жақындатыңыз. Тізені бүкпеуге, ал бөксені қабырғаға тигізуге тырысыңыз. Бас пен белге кішкентай жастықша қойыңыз. Егер жаттығуды орындау бастапқыда қиындық тудырса, аяқты тым жоғары көтермесеңіз де болады. Еркін, терең тыныс алып, осы қалыпта 1-2 минут жатыңыз. Үшінші жаттығу: жұмсақтау төсенішке отырыңыз. Аяқтарды алға созыңыз. Омыртқаны тік ұстаңыз. Артқа қарай сәл шалқайыңыз. Арқа мен еден арасы шамамен 60 градус болсын. Қолдарыңызды кеуде тұсында алға созып, еденмен параллель ұстаңыз. Жайлап аяқтарыңызды еденнен көтеріңіз. Тізені бүгіп, жоғары көтерсеңіз де болады. Еденде тек жамбас қана қалу керек. Осы қалыпта 30 секунд тұруға тырысыңыз. Төртінші жаттығу: еденге немесе қатты төсенішке отырыңыз. Арқаны, омыртқаны, басты тік ұстаңыз. Тізені бүгіп, аяқтарыңызды алға тартыңыз. Табандарды жамбас тұсында бір-біріне жақын ұстаңыз. Тізені мейлінше еденге тигізіп ұстауға немесе жақындатуға тырысқан абзал. Қолмен тобық тұсынан ұстап отыруға болады. Осы қалыпта бір қалыпты тыныс алып 1-2 минут отырыңыз. Бесінші жаттығу: тік тұрыңыз. Қолдарыңызды жоғары көтеріп ұстаңыз. Терең ауа жұтып,
оны сыртқа шығару барысында еңкейіңіз. Қолдарыңызды аяқ ұшына тигізіңіз немесе жақындатыңыз. Мүмкіндік болса, тізені бүкпей ұстап, мұрныңызды тізеге тигізген дұрыс. Тыныс алмай кідіріп, осы қалыпта шыдағаныңызша тұрыңыз. Тыныс ала отырып, бастапқы қалыпқа оралыңыз. Жаттығуды 2-3 рет қайталаңыз. 6-шы жаттығу. Тізерлеп төсеніште тұрыңыз. Қолды еденнен көтеріп, артқа қарай шалқайып, тік отырыңыз. Жамбасты және балтырдың сыртқы жағы еденде болу керек. Осы қалыпта 2-3 минут отыру қажет. Нәтижеге жету үшін 6 жаттығуды қатар орындау міндетті емес. Өзіңізге ыңғайлы біреуін-ақ таңдап алып, күнде орындасаңыз жеткілікті. Басты қағида күнде жаттығу жасау. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз.